Сәлем достар, сіздермен Гүлім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте қарапайым әрі дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер қызанақ, ірімшік, колбаса, маринадталған корнишон, чечил, майонез және де татымына қарай тұз. Алдымен барлық ингредиенттерімізді видеодағыдай турап дайындап аламыз. Достар, сіздермен алдағы уақытта түрлі оригинал видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте үлкен ыдысымызға чечилдан басқа ингредиенттердің барлығын салып, үстіне майонез және де татымына қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатты тарелканың үстіне салып, чечилді үстіне әсемдік ретінде қоямыз. Осымен біздің өте қарапайым әрі дәмді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлім.